Ал балалар, біз алдыңғы сабақта Мұхтар Әуезовтің Абай жолы роман эпопеясымен танысып өткен болатынбыз. Енді бүгінде сол романның қайтқанда деген бөлімін өткелі отырмыз. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты көркем шығармалардан алған үзінділерді, қанатты сөздер, дәйек сөздерді шығармашылық жұмыстарда қолдану болып табылады. Ендеше біз бүгінгі тапсырмамыз бойынша бірге ойлаймыз әдісін пайдаланамыз балалар. Яғни қайтқанда бөлімінен Абай мен Құнанбай бейнесін ашатын сөздер мен сөз тіркестерін үзінділерден жазып, пікірлерімізді білдіреміз. Ол үзінділерді сіздердің алдыларыңызға бердім, және де соған көз жүгіртіп, осы пікірлерімізді білдіреміз. Кейіпкерлер Құнанбай бейнесі және Абай бейнесі жазамыз. Қаны жұмысты аяқтағандар бар ма? Қаны Құнанбай бейнесі және Абай бейнесі. Назерке? Құнанбай бейнесі. Кейіпкердің бейнесін ашатын сөздер мен сөз тіркестері. Ақылды, шешен, қайсар, қатал, көреген, әділ, тиген жерін тіліп түсетін тұлға. Неліктен бұл сөзді жаздыңыздар, қандай ой тудырды? Құнанбай азулы ғана емес ақылды, көзі дара болғанмен көкірегі сара көреген. Ашу мен қайратын қатар ұстайтын қырыс кісі. Арыстанның айбаты да, жолбарыстың жүрегі де бір өзінде. Құнанбай алыс-жұлысқа, арпалысқа ғана емес сөзге де жүйрік, шешен, тілі өткір, тиген жерін тіліп түседі. Осының барлығы Құнанбайдың өз ортасынан биік, оқшау тұрған жоталы тұлға екендігін көрсетеді. Тамаша жауап қалды. Келесі. Досымжан. Кейіпкерлер Абай бейнесі. Кейіпкердің бейнесін ашатын сөздер мен сөз тіркестері. Шүкіршілік әкеде біраз тұрды да, ат барған соң дәріс тамам болмаса да, Хазіреттің рұқсатын батикасын алып қайттым деді. Неліктен сөзді жазып, бұл сөздің жаздыңда қандай ой тудырды дегенге мен бұл жерде біз Абайдың ересек адам секілді сөйлеп өзінің даналығын көрсетіп тұрғанын көре аламыз. Өте тамаша. Яғни ойы да зерек болып, ойы өсіп келгендігін білдіріп отыр. Ары қарай. Тіркес, қатал, тілі өткір, тиген жерін тіліп түсетін беделі. Құнанбайдың бейнесін мына сөздерден байқай аламыз. Адамның қай мінезі қасиетті болса, сол мінезі міні де болады. Жақсылық кісінің айнымас табандылығында деп білеміз. Өте тамаша. Жақсы жауап, ал Ержан. Абай бейнесі. Абай Құнанбайұлын көзімізге елестеткенде сақалды, тақиясы бар, қолында кітабы бар, ақылды тұлға елестейді. Шын мәнінде ұлы ақын, философ, ағартушы және халық жақтаушысы. Жақсы. Тағы қосымша айтатындар бар ма? Әсісі. Кейіпкер Абай. Абай бейнесіне сөз тіркестері. Әке қабағы, сезімтал, сабырлы, мұның пішін, көшелі кісі, бала мінезді. Неліктен бұл сөзді жаздыңыз, қандай ой тудырды? Менің ойымша, Абай қазақ ұлтының тәрбиелі әрі дарынды бейнесі. Алайда осындай бала болып өсуіне әкесінің қатал мінезінің арқасында дәл осындай сабырлы әрі момын болып өсті. Әкесінің осы баласының көшелі кісі етсе, анасының тартымды салқындылығы бала мінезі ретінде тәрбиесіне үлкен зор үлесін қоса білді. Жақсы. Енді балалар екінші тапсырмамызға қарай, яғни екі жақты күнделік. Бұл жерде сіздердің алдыларыңызға ол Құнанбайдың шешендігі деген қазір ғана үзінділеріміз жаңа берілген болатын. Және де соған байланысты дискрипторлар, тапсырманың дискрипторлары алдыларыңызда да тұр. Соған қарай отырып, мына тапсырмалар орындаймыз. Яғни бірінші үзіндідегі шешендік сөзбен танысып, ділмәр сөздің мән мағынасын ашу. Яғни үзіндіні қазір оқып шығасыздар. Және ділмәр деген сөздің мән мағынасына мән береміз. Және де екінші римдіктер адамды дамытқа бөлетін екі қасиетті күш бар. Бірі қолбасшылық, екіншісі шешендік деп түсінген. Құнанбайдың ел басқару ісіне сөзге шешендігі, тапқырлығы қаншалықты ықпал етуі мүмкін?
Абай жолы роман эпопеясынан мысал келтіре отырып жауап, дәлелді жауап беруіміз керек. Ал кеттік ендеше жұмысқа. Құнанбайдың шешендігі тақырыбымен танысып алыңыздар. Ал кәні болды. Балалар, шешендік сөзбен танысып шықтыңыздар. Енді Ділмәр сөздің мән мағынасын кім айтып береді маған? Не деген? Кім? Ділмәр сөздің мән мағынасы. Ділмәр сөз қанатты сөз. Ғибрат түрінде айтылатын бейнелі сөз. Афоризмнің баламасы ретіндегі Ділмәр сөз терминін Ахмет Байтұрсынұлы енгізді. Ділмәр сөз ойлап, жинақтап, тереңдетіп, салмақты, парасатты пайымға негізделеді. Жақсы. Ары қарай кеттік. Екінші. Кім? Адейлі. Еңбекте адамды даңққа бөлейтін екі қасиетті күш бар деген. Бірі қолбасшылық болса, екіншісі шешендік. Құнанбай ел басқарусіне сөзге шешендігі мен тапқырлығы өте көп ықпал етті. Оған мысал келтіретін болсақ, Құнанбайдың алдаушы жалған дүниеге ғалып болып азбаңдар. Қарсы кезде дұшпанның басын келіп изесе, одан да қол бостандық, аяққа салып баспаңдар деген сөзінен Құнанбайдың шешендігін және де осы екі қасиеттің бойында бар екендігін көре аламыз. Тамаша жауап. Келесі. Аруна. Екінші тапсырма еңбекте адамды даңққа бөлейтін өздерінің қанат сөздерінде екі қасиетті күш бар деген. Яғни бірі қолбасшылық, екіншісі шешендік деп түсінген. Дәл осы екі қасиет те Құнанбайдың бойынан табылатын барлығымызға белгілі. Соны Абай жолы роман эпопеясындағы бір мысалмен жауап беретін болсам, осы Құнанбайдың бір дау мәселесін шешудегі қанатты бір сөзі бар. Екі шумақ өлеңмен 3-4 жылға созылған даудың мәселесін шешіп берген екен. Соның екінші шумағын оқып өтсем. Бақ тайса ажарына қарамайды, біреуді біреу сырттан табалайды. Басына қарапайым бір іс түссе, қылды деп білместікпен шамалайды. Осы Абай жолы роман эпопеясынан келтірілген мысалды қарап отырсақ, біз осы Құнанбайдың бойынан қолбасшылық та, шешендік те, яғни адамды даңққа бөлейтін екі қасиетті де көре аламыз. Жақсы. Жақсы жауап берді. Тағы да жауап берем деушілер бар ма? Ал онда келесі тапсырмамызға көшейік.